Шенеуніктердің брифинг кезінде айтқан әрбір сөзі қоғам арасында қызу талқыланып, кейде мемге айналып кетіп жатады. Бірі қандай да бір шенеуніктің қазақша сөйлегенін түсінбесе, енді бірі мемлекеттік қызметкердің керісінше орысша сөйлегенін түсінбей жатады. Бұл жолы шенеуніктердің брифинг пен түрлі кездесу кезінде аңдамай айтқан сөздеріне шолу жасадық. Шолуды Шымкент әкімі Мұрат Әйтеновтың халыққа есеп беру кездесуінде болған күтпеген жайттан бастасақ. Қала әкімі есеп беру кезінде сұрақтарға жауап беріп жатқанда жарық қайта-қайта өшкен болатын. Одан бөлек, әкім орысша қойылған сұраққа жауап беріп жатқан кезінде жем сөзінің орысшасын есіне түсіре алмай қалды. Кейін жемнің орысшасы есіне түсіп, баяндамасын жалғастырды. В начале года сразу выросла цена на жем. На корм. Алматы облысының бас санитария дәрігері Ерғали Сыдыманов пандемия кезінде қызу талқыланған шенеуніктің бірі. Сыдыманов жаңа қызметке тағайындалғаннан кейін алғашқы күні Талдықорғандық кәсіпкерлер шектеулерге байланысты наразылықтарын айтып, шағымданған болатын. Сол кезде шенеуніктің кәсіпкерлерге айтқан сөзінен кейін желіде түрлі мем тарап кетті. Как так получается, что какие бы ограничительные меры не вводят в Алматинской области, которые затрагивают объекты предпринимательства, эти ограничения почему-то не касаются рынок Алтын-Орду и торгового центра Апорт? Скажите, Алтын-Орда базар республиканский, но там в любом случае ограничения все есть какие-нибудь. Алтын-Орда – это большой торговый базар республиканского значения. Там имеется очень много, около 40, по-моему, больших складов, которые обеспечивают продукцией не только Алматинскую область. Пандемияда тағы бір қызу талқыланған шенеунік Алматының бас санитария дәрігері Жандарбек Бекшин. Ол кезде Бекшин республиканың бас санитария дәрігері еді. Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Жандарбек Бекшин елімізге коронавирус наконец-то появится коронавирус в стране. 11-16 наурыз аралығында келетінін айтып, болжам жасаған болатын. Көп ұзамай, расында елімізде 13 наурызда коронавирус жұқтырған адам тіркелді. Қазіргі еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Серік Шәркенов былтыр тамызда орталық коммуникациялар қызметінде брифингке шығып, түсініксіз жауап беруімен елдің есінде қалған болатын. Ол кезде Шәркенов вице-министр қызметінде болған. Журналистің 42.500 теңгеге бір ай өмір сүре аласыз ба деген сұрағына берген жауабын ешкім түсінбеген секілді. Вы не ответили, вы сами бы смогли на 42 500 прожить. Налогоплательщики, они добросовестные работодатели, и вам, наверное, не платят 42 500, а платят гораздо больше. Ответ за вопрос. Ну, я могу ответить, да, например, 42 500. Вы хотите сказать, что я за 42 500 прожил бы, например? Но я думаю, что каждая ситуация, допустим, заработная плата устанавливается работодателем на обед. Еще раз, если это специалист требовательный и так далее, почему ему работодатель платит 42 500? 3 қарашада мәжіліс кулуарында азық-түліктің қымбаттауы туралы сұрақтарға жауап берген ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев, оның отбасы азық-түлікке күніне 50-60 мың жұмсайтынын айтып, басы дауға қалған болатын. Ал 8 қарашада орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Independent KZ сайтының журналисі Әсем Гумарова Ерғалиевтен азық-түлікке 50 мың жұмсауы туралы сұраған болатын. Алайда министр бұл сұрақтың брифинг тақырыбына қатысы жоғын айтып, жауап бермеді. Журналист оған көніп, сұрақты басқаша қойғанымен де жауап ала алмады. На днях вы заявили, что ваша семья тратит на еду 50 тысяч в месяц. Казахстанцев очень удивило это высказывание. Можете ли вы поделиться секретом, как можно прокормить 4 человек на 50 тысяч и где вы, к примеру, закупаете? Спасибо. Спасибо за вопрос. Можно без комментариев. Это не относится к сегодняшней тематике. Почему не относится? Нет, почему не относится? Смотрите, у нас сегодняшняя тема «Хорошо реализация нас проектов по устойчивому экономическому росту». Тогда я задам так: как можно прокормить семью на 50 тысяч тенге в месяц в рамках реализации нацпроектов по устойчивому экономическому росту? Это вообще реально на 50 тысяч в месяц прокормить семью?
Я извиняюсь, это прямо не связано с национальным проектом по устойчивому росту, поэтому спасибо за вопрос. Бұл шенеуніктердің түрлі жиын кезінде аңдамай сөйлеген сөздеріне қысқаша шолу. Арнамызға жазылып, алдағы күндері шығатын қызық топтамаларды өткізіп алмаңыз.